Біздің қоғамдарда бір нәрсе өрлеп келеді. Және біз алдамшылардың кезеңінде Дәджалдың алдын ала келетін дәуіріне аяқ басып жатқанымызды айтуға болады. Дәджал айлакер, алдамшы, шебер өтірікші, жалған жаңалық жасаушы, алаяқ ретінде сипатталады. Біз қазір дәл сол алдамшылардың дәуіріне кіріп барамыз. Және осындай уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл заман туралы не айтар еді деп те ойлаймыз. Deceivers, and we wonder what would the Prophet alayhi salatu wassalam say about these times that we are living in now. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге алдын ала уақытта адамдардың арасында алдау мен өтірікке тола жолдардың болатынын ескерткен. Ол кезеңде өтірікшілерге сеніп, шыншылдар адамдарды өтірікші деп санайтын заман келеді деп айтқан. Сатқын, алдамшы адамға сенім артылып, сенімді адал жанға опасыз деп қаралатын уақыт келеді. Ал ең төмен, қадірсіз адамдар көпшіліктің атынан сөйлейтін болады. Бұл уақыт сөзсіз келеді делінген. Алдау заманы келеді. Иллюзиялар дәуірі. Бостандық иллюзиясы, бейбітшілік иллюзиясы, теңдік иллюзиясы, демократиялық жолмен сайланған көшбасшылар бүкіл әлемнің көз алдында қызметінен алынып, түрмеге жабылады, немесе өлтіріледі. 20 000 жылдан астам осы жерде өмір сүрген жергілікті халықтар әлі де кедейлікте өмір сүруде. Олардың әйелдері ұрланып, зорланып, өлтіріліп те жатыр. Бұл да бүкіл халықтың көз алдында орын алып жатыр. Ерекше топтағы басшылар жабық есік жағдайында шешімдер қабылдап, көпшіліктің алдында мүлдем басқа нәрсе айтады. Жақсы көшбасшылар өзін қоршауда сезінеді. Айтқан әрбір сөздері бақылауда тұрғандай, шабуылға ұшырау қаупіне өмір сүреді. Бұл адамзат арасындағы ең нашар жандардың дәуірі. Алайда, сенімшілер ретінде біз жұбаныш табамыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл заман туралы айтып кеткен. Ол бізге қиямет күні ең жаман адамдардың бірі 200 адамдар болатынын жеткізген. Бір топтың алдында 100-бен келіп, басқа топқа басқа 100-бен баратын адам туралы айтылған. Әділет дәуірінде ақиқаттың өзі күш болады. Егер адам шыншыл болса, ол танылу керек. Дегенмен, ол шындықтың орнын алмасқан заман. Бастапқыда шындықты мойындайтын жүйе болуы тиіс еді. Бірақ қазір шындық күштілер дұрыс саналады. Мақтылар ақиқаттың белгісі деген теріс қағида үстемдік құрған кезеңге жеттік. Ол үлкен алдаудың заманы, және мұсылмандар ретінде біз өз орнымызды табуымыз керек. Енді бұрынғыдай басымызды иіп, жасырынатын немесе бостандық үшін жалбарынатын уақыт емес. Because it's no longer the time where we can roll over as Muslims and hide and beg for our freedom. These times have ended. Бұл кезеңдер аяқталды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы туралы айтып кеткен. Біз түпкілікті билік пен күш тек Аллаға тиесілі екенін білеміз. Барлық билік, барлық күш түптен келген Алла тағаланың қолында. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге маңызды нәрсені айтты. Күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан жақсырақ және Аллаға сүйкімдірек, бірақ екеуінде хайыры бар. Сондықтан біз өз деңгейімізді қолымыздан келгенше ең жақсысына ұмтылуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл күш туралы айтқанда, көпшілік адамдар күшті жұдырықпен, мылтықпен немесе жарылғыш затпен байланыстырды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді: нағыз күшті адам жақсы балуан емес, нағыз күшті адам ашу үстінде өзін ұстай алатын адам. Осылайша бізге қажетті күш мінезіміздің күші, рухымыздың күші және ақылымыздың күші. Сол себепті жастарымызға күшті болуды тәрбиелеуге тырысайық. Бұл дегеніміз мектепте мықты оқушы болуына, жұмысты жауапкершілікті әрі табанды болуына, және кез келген тапсырмада күшті әлі табысты болуына. Біздің бірлігіміз біздің ең үлкен күшіміз. Бұл уақыт біз үшін үлкен сынақ уақыты.
Тарихта мұндай кезеңдер өткен, және біз енді ақырғы сынаққа, ең үлкен алдаушылардың дәуіріне жақындап келеміз. Сондықтан осы заманға дайын болуымыз қажет. Тіпті кішкентай нәрселерді де маңызды. Біріншісінен, намазды тұрақты түрде орындау, аузымызға харам нәрселерден кіріп кетпеуіне мән беру, қайырымдылық жасау және мұқтаждарға көмектесу, қоғамда адамдарға, мұсылман еместерге де исламның шынайы бейнесін көрсету. Егер әділетсіздік орын алса, тіпті ол мұсылман емес адамға қатысты болса да, біз сол әділеттікті өзімізге жасалғандай сезінуіміз керек. Өйткені әділет пен мейірімділік ол исламға тән негіз. Not a Muslim, then we feel that this injustice has also happened to us. We need to support our leaders. Біз өз лидерлерімізді қолдауымыз керек. Олар тірі кезінде қолдау көрсету маңызды. Тек олар өмірден өткенде емес, тірі кезде де дұға арқылы немесе басқа да қолдау арқылы көмектесуіміз қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге айтқан: сендердің ешқайсыларың өз нәпсісімен, ләззаттарымен, ойын-сауықтарымен тура жолға бағыттамайынша толық сенімге кірмейсіңдер деген. Сондықтан біз өмірден рахат алып жатсақ та, оны ислам қағидаларына сай істеуіміз керек. Шектеулі, адал және дұрыс жолмен. Ол біздің шынайы мұсылман екеніміздің белгісі. Біз Алла тағалаға дұға етуіміз керек. Әсіресе хикмет, яғни даналық сұрау қажет заттарды өз орнына дұрыс қою қабілетті сұрауымыз керек. Сіздерге ұлы лидерлеріміздің бірі Омар ибн аль-Хаттабтың айтқан өсиетін айтайын. Аудармасында ол былай деген: Алладан қорқыңдар, өйткені ол мәңгі тірі, ал басқа нәрселердің барлығы өледі. Ол сондай-ақ салиқалы, адал және шыншыл болыңдар деп өсиет етті. Сенім, сенің істеген істерің, айтқан сөздерің мен ойлаған ойларың арасында айырмашылық болмау керек дегенді білдіреді, деді ол. Сонымен қатар ол: біреудің беделі туралы естіп алдыңдар және біреудің мінез құлқына сенбей тұрып, оның ашу кезде қалай әрекет ететінін көріңдер, деп ескертті. Еске алсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шын мәнінде күшті адам ашу ызасын басқан адам екенін айтқан. Міне біз осындай адамды үлгі тұтып құрметтеуіміз керек. What the strong person is that the Prophet ﷺ said, the one who controls himself when he's angry, that's the strong person. That's the one that we need to follow and we need to respect.